Баршаңызға сәлем. Күнделікті қайталана беретін тағамдардан басқаша ерекше бір тағам жасағыңыз келсе, осы бір тағамды жасап көріңіз. Оп оңай әрі жылдам дайын болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін, өзіме қатты ұнады. Ең алдымен қызып тұрған майымызға фаршымызды салып, оған тұз, керегінше дәмдеуіштеріңізді бұрышты қосып, араластырып, қызарғанша қуырып аласыздар. Осылай пісуге шақ қалғанда ыдысқа салып алып, осы табада ары қарай қуыра берсеңіздер болады. Тағы да май құйып, пияз бен сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Қалауларыңызға қарай чеснок, тұз, приправа, бұрыш қоссаңыздар болады. Пюре жасап аламыз. Пюреге қайнатылған картошкаға сары май мен сүт қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Осыларды араластырып, қалауларыңызға қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Осыдан әдемі етіп, жұмсақ етіп пюре жасайтын боламыз. Енді табамыздың астын майлап аламыз. Дайын болған пюремізді осылай барлық жеріне жағып, жайып шығамыз. Оның үстіне қуырып алған сәбізіміз бен пиязымызды қосып, тағы да жайып шығамыз барлық жеріне. Оның үстіне қуырып алған фаршымызды да осылай барлық жеріне жайып шығамыз. Енді бетіне құятын заливкамызға жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап араластырып аласыздар бенчиктің көмегімен. Біркелкі болып араластырып алғаннан кейін, сырды теркадан өткеріп, оны кішкене ғана араластырып, фарштың бетіне құйып жібересіздер. Мен әсемдік үшін укроп қостым. Укропты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен әсемдік үшін қостым. Осылай укропты барлық жеріне төсеп, оның үстіне тағы да теркадан өткізілген сырды төсеп шықтым. Енді қызып тұрған духовкада 10-15 минутта пісіріп аласыздар. Осымен асымыз дайын, оңай, қиын жасалуы қиын көрінгенімен өте жылдам дайын болады екен. Жасап көріңіздер.